Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, күшті көтеріліп шығатын, құрамы да қарапайым, варенье қосылған ерекше пирогты бірге әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер де осы рецепттерін жасап көріңіздер. Видеоны соңында дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қолжетімді, қарапайым, керемет рецепттерді ұсынатын боламын. Ал енді пирогқа кірісуді бастаймыз. Алдымен вареньеге ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде осылай көпіршіп бізде реакция жүреді, ешқандай қорықпаңыздар. Ендігі кезекте шұңғылдау ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны алдын ала холодильниктен шығарып қойыңыздар, бөлме температурасында болғаны дұрыс. Үстіне қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше араластырсақ болғаны. Содан соң сұйық майымызды құямыз, вареньені қосып аламыз. Жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде илеуіштен өткізіп аламыз. Ұнымызды қосып, массамызды жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың масса жақсылап бірігуі қажет, арасында ешқандай түйіршіктер қалып кетпесін. Сондықтан асықпай араластыра берсеңіздер болады. Өте оңай, құрамында қарапайым жасалатын дәмді пирогтардың бірі. Мінекей біздің массамыз дайын. Менде 20 диаметрлік формаға осылай құйып алып, алдын ала қыздырылған пеште пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз мінекей дайын болды. Піспен-піспегенін осылай шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Өте қарапайым рецепттердің бірі, міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантуға кеңес беремін. Қалауларыңыз бойынша бетіне сахарный пудра немесе шоколад сепсеңіздер болады. Өте дәмді, арасы жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Арнама тіркеліп, қолдауды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.